Сәлем, алтын қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерді құттықтаймын, өйткені алдыңғы сіздерге деп шығарған ботагөз құрағымыздың видеосы өте көп комментария және де лайк жинапты. Сол үшін сіздерге рахмет айтам. Және де сіздерге жағымды жаңалық, біз Алтын Ою ұжымы болып, әр жұма сайын сіздерге керекті ақпараттар, құнды ақпараттар және де жаңа дизайндағы сонымен қатар көптеген құрақтардың түрлерін көрсетеміз деп шештік. Сол үшін белсенді болыңыздар. Әр жұма сайын сіздерге жаңа видеолар шығарып отыратын боламыз. Ол үшін, егер де сіз тіркелмеген болсаңыз, біздің Алтын Ою Нурила YouTube каналымызға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, яғни подписка басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерге жаңа сабақтар бірден хабарландыру ретінде барып тұрады. Сонымен қатар комментарияда көріп жатырмын, біздің Instagram парақшамыз және де ақылы сабақтар туралы ақпарат беріңізші деген қыздарға. Мен мына жерге қазір өзімнің Instagram аккаунтымды қалдырып кетем. Instagramға міндетті түрде жазылып алыңыздар, өйткені Instagramда көптеген тегін көрпешелердің, жастықтардың ай сайын мен 2 ай сайын тегін дүниелерді көрсетіп отырамын. Сол себепті өте құнды ақпараттар аласыздар. Сол себепті Instagram парақшаға міндетті түрде жазылып, егер де сұрақтарыңыз болатын болса, ақылы мастер-класстар туралы, сол туралы сіздерге дайрект бөлімінде сіздерге жауап беретін боламын. Егер қосымша ақпарат керек болатын болса, менің көмекшім Ақтүйгін ханымға жазыңыздар. Мына жерге номерін қалдырып кетемін. Олай болса, қыздар, бүгін сіздерге арналған жаңа құрақтың дизайнын көрсетемін. Мінекей, ол құрақтың атауы қарқаралы құрақ деп айтылады. Қарқаралы құрақты қазір біз полный осы күйінде емес, ортасындағы жиекке түсетін бөлімін үйрететін боламын. Бұны негізі құрақтардың, яғни құрақ көрпешелердің ортасында құрақ ретінде қолдануға да болады. Одан кейін екінші варианты, бұны көрпешенің жиектерінде қолдануға болады. Бұның негізі қарқаралы деп аталуының бірден бір себебі, мінекей, ұрпақтан ұрпаққа жалғассын деген мақсатта осылай бір-біріне астынан бит кеткен ғой, яғни жол құрақ ретінде де берілген. Сол себепті бұның атауы қарқаралы құрақ деп айтылған. Енді қарқаралы құрақты жасау үшін бізге керекті заттармен бір таныстыра өтейін. Мінекей, бізге керекті заттар кәдімгі ақ сұрып. Ақ сұрыпты біз 15 см және де ұзындығын 30 см қылып алдық. Егер де сіздер, қыздар, бұны көрпешенің жиектеріне қолданатын болсаңыздар, бұны жиектерге, мысалы үшін, көрпешенің ұзындығы 2 метр немесе 2,5 метр болуы мүмкін. Соған қарай енін 15, ұзындығын өзіңізге керекті 2 ма, 2,5 ба соны алып, осылай құрастырып кете берсеңіз болады. Немесе құраққа жасайтын болсаңыз, мысалы үшін, құрақтың размері 20-20 делген. Осыны 20-20 қылып алып, мысалы үшін, андай 4 бұрыш қылып алып, ортасына қарқара түсіріп, жанына кәдімгі мынандай ленталарын осылай түсіріп жасасаңыз болады. Енді қазір сіздерге мен көрпешенің жиегіне қойылатын бөлімін үйрететін боламын. Міне, 15-те 30 қылып алдым. Одан бөлек мен мынандай голограммадан мынандай 3D жасап алдым. Қараңыздаршы, мен ортасына осындай 3D қойғам. 3D құрақ деп айтылады бұның аты. Яғни бұл 3D-ны сіздер базардан немесе магазиндерде сұрасаңыздар, голограмма деп айтылады, айна деп айтылады бұл жерлерде. Бір жерлерде бұны білмеймін, басқаша атаулар да бар. Голограмма, айна деп сұрасаңыздар, осындай көрпешенің ортасына қойылатын жылтырмата деп осыны беретін болады. Бұны мен алдын ала дайындап алдым. Бұл түкте қиын емес, қыздар. Кәдімгі голограммаға флизериннің клей жағын астыңғы жағына қарай үтіктеп, және де мынаны 5 см қылып, қырқып дайындап алдым. Мен мына жерде қазір 15-ке жуық штук бар, өйткені мына жерге кететін бөлімі қанша көп болса, құрағымыз да ұзын болып кете береді. Одан бөлек мен бұларға қосымша тігетін ақ ленталарды дайындап алдым. Мына менде турецкий барқыт, қыздар. Осының ұзындығына қарай 3 см лентамды осылай дайындап алдым. Сонымен қатар жиектеріне, яғни мына бөлімдеріне
әдемі узор үшін шығу үшін мен мынаны 3 сантиметрлік көк түстен дайындап алдым. Енді қазір сіздерге осының қалай тігілу жолын машинаға отырып көрсететін боламын. Мінекей қыздар, біз мынау 15-те 30 сантиметріміздің ортасынан ұзын қылып сызып алдық. Неге? Өйткені қазір біз мынаны дәл осы центрге тредаларымыз түсу керек. Сол себепті тырналарымызды шатасып кетпеу үшін осылай сызып алдым. Енді кәдімгі мына 5 сантиметрлік тредімізді енді осы жерге қойып, дәл ортасынан бүктедім мен қиғашына. И осы қиғаш бөліміне мына жерден тігіп алуым керек. Сәл ішке кіргізіп, осылай бүктеп, енді оң жағынан ақ лентамызды алып, осы лентаны екі жағына тігіп шығамыз. Сәл ұзындау қылып қысамыз. Үстіңгі жібімізді қырқып, осылай енді екіншісін тігеміз. Екіншісін тігу үшін мынаны айналдырып тігеміз. Міне қыздар, енді екінші тредімізді бүктеп алып, енді осыны да дәл ортасына түсіреміз. Енді қараңыздар, осы жерде мен мынаның біткен жеріне қоюым керек. Себебі осының біткен жеріне қойылмаса, былай өлшеген кезінде мынамен бірдей болып тұру керек. Астыңғы қатар, астыңғы ақ лентамен тура келу керек. Мынамен бірдей осылай тігудің қажеті жоқ, қыздар. Мынамен бірдей тігудің қажеті жоқ. Міне, мынадан кішкене ғана асса болды. Жарты сантиметр көлемінде асса болды. Яғни тредіңізден лентаңыз кішкене асса болды. Әрқайсысын закрепка береміз, және мынаны былай қырқпаймыз, қыздар, былай қырқамыз. Кішкене мынадан көріп тұрғандарыңыз сай, мына жерде жарты сантиметр, 1 сантиметр, жарты сантиметр қалдырып қырқсаңыздар болады. Мынаған дейін тікпей қойыңыздар, өйткені қазір бұл жерлер бізде тігіліп кетеді. Үстіңгі жібін қырқамыз, астыңғы жібін қырқпаймыз. Мінекей. Енді үшінші тредімізді тігеміз. Ортасынан бүктеп, және оны мына бөлікке түсіруіміз керек. Мына бөлікке түсірген кезде, яғни мынаның біткен жеріне түсірген кезде, сізде өзі мынамен бірдей болып түседі. Қараңыздаршы. Яғни бізде біткен бөлігіміз ақ, ақтың
бұрыштарынан угловой жерінен түсу керек. Енді ақтыда жарты сантиметр, 1 сантиметр көлемінде осылай закрепка беріп отырып түсіреміз. Дәл осылай жасап кете береміз, қыздар. Жерден айнып кетпесін, көріп тұрсыздар ма, қыздар? Менде тырналары дәл мына сызықтың бөлігіне түсіп жатыр, ортасына түсіп жатыр. Егер де сол жер айнып кетсе, уже дұрыс емес деген сөз, қыздар.
мінекей қыздар, мына жерге тағы біреу қойып жіберсек болады, өйткені осы жерге тағы біреу сыяды екен. Сол себепті мен соңына дейін қоямын. Қыздар, сіздерге тағы бір нәрсе айта кетейінші. Егер де мынаны жартысынан қылып қоюға да болады, мынаның жартысын ше, бірақ ол кезінде сіздің мына жердегі бір жуғаннан кейін мен сол себепті де мынаны екі бүктеп қойып жатырмын. Неге? Өйткені мынаны жуғаннан кейін егер де сіз мынаның жартысын қиып осылай тігетін болсаңыз, мына жерде бір жарты сантиметр ғана қалады да, мынау бәрібір мынау жұқа мата болғандықтан флизерины ериді да, одан кейін сіздің голограммаңыз түтеліп мына жері сетінеп кетеді. Сол себепті де мен бұл мықты болу үшін екі бүктеп жатырмын, ортасынан қиып атқан жоқпын қыздар. Яғни сапасы жақсы болып тұру үшін дәл осылай жасап жатырмын. Егер де сапасы жақсы болған қаласаңыздар, менікіндей қылып жасаңыздар. Енді біз қараңыздаршы, біз енді бұл жерін, мына жерін дәл турайынан қырқып тастаймыз. Ары қарай өздеріңіз жалғастырамын десеңіздер, жалғастыра бересіздер. Міне, осылай қырқып тастадық. Енді біз бұның дизайнын әдемі қылу үшін, менде кішкене былай кетіп қапты, қараңыздар, мен мән бермеген кейін. Осыны тура қылып түсіруге тырысыңыздар. Енді мен бұны екі жағын көкпен қаптаймын қыздар. Енді қараңыздаршы, мына біткен жеріңізден, енді осы жерден мына турайдан бастап осы турайға дейін тігіп қаптап шығамын екі жағын. Енді мына жағында дәл солай.
қыздар, енді соңғы бөлігіне мен көк тігіп шығамын. Екінші жағына да көкті тігемін. Міне енді бұның шетін бастырып тігіп шығамын. Мінекей, бізде қарқара құрағымыз дайын. Енді шетінің барлығын қырқып міне қыздар, осымен қарқара құрағымыз дайын. Бұны қараңыздаршы, бесіктің тартпасына да жасағанға, және де құрақтардың арасына, мысалы үшін жартылай құрақ қылып істесе де өте әдемі көрінеді. Одан кейін жаңағы жиектеріне де, көрпешенің жиектеріне қоюға өте әдемі, және білмеймін, көз тартарлықтай құрақтардың бірі. Одан кейін бұрыннан келе жатқан қарқаралы құрақты жасап көріңіздер қыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін қыздар. Біздің арнадан үзбей көріп жүруді ұмытпаңыздар қыздар. Сау болыңыздар.